Барлықтарыңызға сәлем, менің есімім Нұрмұхамед, СДУ Қазақ дебат клубының аға буыны болып есептелемін. Және де бүгін осы медиамен бірге басталып жатқан өте жақсы проекттің бастамасына болғаныма қуаныштымын. Сіздермен бірге дебатқа кіріспе тақырыбында және біз Алматы дебатында көбірек ойнайтын, турнирде көп қолданатын Американ парламенттік форматы, АПФ форматы бойынша сіздерге тренинг өтетін боламыз. Тренинг барысы барынша сіздерге қызықты болуға және біз барлығымыз білетіндей сіздерді жалықтырмай дебатқа қызығушылықтарыңызды арттырамын деген ойдамын. Ендеше біз сіздермен дебат әлеміне кіріспе деген слайдтан бастайтын боламыз. Ең алдымен дебат дегеніміз ол көбіңіз бірінші рет университет қабырғасына келіп дебат жайлы естулеріңіз мүмкін, бірақ дебат ол көбінесе мектеп кезден қалыптасып қойған көптеген шаблондар бар. Ол әдемі сөйлеу, өзіңді күшті сөз жеткізу арқылы өзіңді көрсету деген. Бұл дебаттың бір бөлшегі, бірақ дебат деген одан да ауқымды жоба, ауқымды ойларды алып келетін орта деп түсінсеңіз болады. Себебі сіз бұл жерде өте әртүрлі тақырыптарда, әртүрлі сферадағы тақырыптарды жан-жақта салыстыратын боласыздар, және бұл жақта белгілі бір спецификалық білімдерді өздеріңізге қалыптастырып, осы арқылы дебатқа қызығушылықтарыңызды арттырасыздар. Екіншісі, бізде дебат сіздерге университет қабырғасына келген кезде студент ретінде сіздерге дебат не үшін маңызды? Ең бірінші, мына жерге бөліп қойған екен, ең бірінші қоғамдағы дебаттың маңызынан бастайтын болсақ, кез келген қоғамда, кез келген ойларды жан-жақты талқылау арқылы сіздер бір ортақ нақтылыққа, ортақ дұрыс бағытқа жетуге тырысасыздар. Сол үшін кез келген қоғамда болып жатқан ойларды өте саяси немесе жай ғана әлеуметтік мәселелерді дебат арқылы талқылап, сондай бір шаблондар ойларыңызда болғаны дұрыс деп ойлаймын. Екінші, ойыншы ретінде сіздерге берер пайдасы, университет қабырғасына келген кезде сіздерге ең бірінші клуб ретінде біз өте жақсы орта береміз, дамушы орта береміз. Осылай және Алматы дебат арқылы да сіздердің дебат әлемінде өздеріңіздің орындарыңыз қалыптасып, және де студенттік шағыңызда активны өткізгеніңіз үшін ертең болашақта өздеріңіздің портфолиоларыңызға да өте күшті пайдасын тигізетін ұйымдық жоба деп санасаңыздар да болады. Ендеше әрі қарай пікірсайыс тарихы деген бар. Бұл заттардың барлығы өте обобщенно естілгенімен сіздер өздеріңіз зерттеп қарап көрсеңіздер болады. Бұл барлығыңыз десеңіздер пікірсайыс қайдан басталды деп, сол Грекия деп көрсетеді, сол баяғы ежелгі Афинада деп көрсету мүмкін. Одан кейін біздердің кезімізде ең көп таралған Линкольннің, Американың көбінесе парламенттерде пайда болған зат. Негізгі өте жақсы жұмыс жасайтын билік жүйесінде кез келген заңнамалар дебат арқылы немесе президенттер өз сайлауында дебат спичтарын қолдану арқылы жетеді. Және қазіргі күндегі біз дебат ең көп көретін жай ғана мысал Америкада президенттердің сайлауы болуы мүмкін. Ал Қазақстандағы дебат қозғалысына келетін болсақ, бізге мысал ретінде көбінесе келтіретін алашордалықтар өздерінің ойларын дебат арқылы жеткізген дейді. Немесе екінші бізде 90-шы жылдары көбінесе қазіргі бізде хабар арнасында болып жатқан Азамат теле жобасының алғашқы бастамалары сол 90-шы жылдары басталып, сол кездерде де қазіргі өте танымал Алтын Сапа немесе басқа да клубтардағы, басқа да университеттердегі дебат клубтары осы кездерден пайда бола бастаған. Қазіргі кезде бізде әр аумаққа байланысты өзіндік дебатқа жауап беретін ұйымдары және де студенттік өте көп клубтар бар. Әрі қарай келетін болсақ, бізде бағанағы айтқандай, бүгін біздерге Американ парламенттік форматты түсіндіретін болсақ, жалпы дебатта өте көп форматтар бар. Карл Поппер, британдық парламент, Линкольн Дуглас деген секілді. Бірақ осы кездерден сіздердің ойларыңызда қалыптасқан қалай, дебатта формат ауысқанмен, дебатта сіздердің ойлауларыңыз, дебатта дәлелдеуге жеткіңіз келетін заттардың барлығының логикасы, паттерні бір болып табылады. Сондықтан да ең алдымен осы ойды қалыптастырып дебат әлеміне аяқ бассаңыздар, кез келген форматты бөлмей өте жақсы барлығын үйренесіздер деген ойдамын. Ендеше әрі қарай АПФ форматы бойынша жалғастыратын боламыз. Бұл бізде Алматы пікірсайыс федерациясының дайындаған АПФ форматы бойынша бізде презентация. Бұл жер АПФ, бұл бізде американдық парламенттік формат. Мына жерге қатты тоқталмай қойын, өздеріңіз оқып аласыз деген ойдамын. Жалпы дебаттың алып келетін сіздерге плюстер жайлы айтылған. Енді біз дебаттың құрылымына өтеміз. Сіздер дәл осы моментте көрсетілім ойынды көрулеріңіз мүмкін, немесе алдағы уақытта көрсетілім ойын көресіздер. Сол кезде байқағандарыңыз бойынша дебат ойнау барысында екі қарсы тарап, екі қарсы үстел болады деп, соны үстел деп атаймыз. Жалпы ең бірінші бізде үкімет үстелі, ол қарардың позициясын қолдайтын тарап. Ал бізде қарар дегеніміз ол сіздердің дебатта ойнайтын тақырыптарыңыз, немесе баламасы тұрғыда біз оны резолюция деп атаймыз. Ал оппозиция оны тікелей қарсы шығады. Үкіметтің ұстанған позициясына қарсы шығады, оппозиция.
мүшелеріне келетін болсақ, екі жақта да екі адамнан, олардың нақты атауы үкіметте бізде премьер-министр болады, немесе лидер деп атаймыз, және үкімет мүшесі спикер бар. Ал оппозицияда лидер спикер болып табылады. Енді жалпы дебаттың регламентіне келетін болсақ, уақыт бойынша мына жақта уақыттары берілген. Ол бізде ұзақ формат, қысқа формат болып берілген. Турнир барысында өзіңіз ойын ойнау кезіндегі уақыт тығыздығына байланысты форматты таңдауларыңызға болады, және уақыттары көрсетілген. Енді осы кезден бастап сіздер дебаттағы спикерлердің спичтарын қалай жүретінін байқасаңыздар болады. Бізде үкімет лидері ең алға шығып 7 минут спич сөйлейді, қалған бізде спикерлер 8 минуттық спичтан сөйлейді. Бірақ бізде бұл конструктивті бөлім деп аталып, бұл бөлім аяқталғаннан кейін екінші сараптама бөлімнен тұрады. Сараптама бөлімінде тура бағанағы ең бірінші спичінде үкімет лидері 1 минут аз сөйлегендіктен сол орынды толықтыру үшін сараптама бөлімінде 1 минут артық беріледі, және ол ребатлмен қамтылады. Қазір ребатл барлығына толық тоқталатын боламыз. Енді осыған байланысты біз функцияларға келеміз. Кез келген сіздерге қарар берілетін болса, үкімет тарапы сол қарарды қолдайтын тарап болып табылады. Мысалы, бұл палата Қазақстан Республикасында өте көп қолданылатын мысал, атом электр станциясын салуды қолдайды дейтін болса, үкімет қолдайтын тарапты, яғни қарар нені меңзеп тұр, үкімет тарапы да сол тарапты меңзейтін болады. Осы моментте бізде оппозиция тарапы жоқ, біз оны қолдамаймыз, қарсы шығамыз дейді. Осы кезде бізде ең басты алаңдағы адамдардың функциялары пайда болады. Функция дегенге енді қазір көбірек тоқталамыз. Ол бізде ең бірінші кім шығады? Үкімет лидері шығады. Үкімет лидері алаңға шыққан кезде ол ең бірінші оның негізгі функциясы алаңдашу. Мысалы, тура жаңағы қарар бойынша бұл палата Қазақстан Республикасына АЭС салуды қолдайтын болса, бүкіл қарарға анықтама береді. Жалпы осы кезден біз түсіну керек зат, қарарлар жалпы қалай шығады? Қарар қоғамдағы болып жатқан бір проблемалар, немесе қоғамдағы көп уақыт бойы келе жатқан дилеммалар болуы мүмкін. Сол дилеммалардың арасында қақтығыс нүктелері туындап, қай жақтың басым екенін анықтауға бағытталған қарарлар. Мысалы, жаңа қарардың өзіне Қазақстан Республикасы ретінде АЭС-ті қолдайды болса, оның өзектілігі болды. Бізде осы жақын арада АЭС салуға байланысты референдум болды, сол өзектілік барысында шығарылған қарар болады. Демек, біз АЭС салатын болсақ, көбінесе бүкіл қарардың бір проблеманы шешуге ұмтылады. АЭС салу барысында бізде Қазақстанда бір проблема шешіледі, сол проблеманы шешу жолында осы қарарды бізге ұсынып тұр. Осы кезде үкімет лидері шығып, бізге алаңда ашып, осы заттардың өзектілігін көрсетеді, дефиниция береді, және статус-кво береді. Статус-кво деген дәл осы ситуацияда бізде не қалыптасқан деген сұраққа жауап береді. Қазақстан Республикасының АЭС салуды қолдайды. Біз дебатты осы референдум уақытында ойнасақ, осы кезде Қазақстанда қалыптасқан жағдай қандай, оның салыну барысында дәл қазір қандай қиындықтар болуы мүмкін, осы заттың барлығын айтып, статус-кво дәл қазіргі болып жатқан ситуацияны түсіндіреді. Екінші, одан кейін өзінің алаңын тұрғызады. Біз осы заттарды қамти келе Қазақстанда АЭС салуды дұрыс деп санаймыз. Себебі деп өзінің логикасын бірнеше аргументпен белгілейді. Міне, қазір аргументтің структурасына келеміз. Жалпы аргумент арқылы өзінің спичін дәлелдейтін болады. Одан кейін бізде екінші болып оппозиция лидері шығып, тура жаңағы үкімет ашқан алаң дұрыс емес болса, көп дезинформация, немесе алаңды тек үкімет қана ойнай алатын қылып ашатын болса, үкімет лидерінің алаңына қарсылық келтіріп, жоқ, Қазақстанда ситуация статус-кво ондай емес, мынандай да бізде фактор бар деп өзіне байланысты алаң ашу мүмкін. Одан кейін ол кісілердің біздегі аргументтеріне қарсылық келтіреді үкімет лидері. Міне, үкімет лидері қарсылық келтіреді. Ол кісілер, мысалы, үкімет тарап ретінде АЭС салу бізде экологически тиімді, осындай зат бар десе, ол айту мүмкін. Сендердің экологичность деген дәлдеу жолдарын дұрыс емес деп қарсылық келтіру мүмкін, немесе өзінің идеясымен салыстырады. Осы кезде ол өзінің алаңын тұрғызып, екі идеяларды енгізеді. Өзінің идеясына салыстырмаймыз, бізде салыстырған АЭС-ті салмаймыз, салған кезде мынандай жаман харм болады деп түсіндіреді. Осы арқылы екі аргументтерді салыстырып, осы кезде оппозиция лидері уже өзінің алаңын құра бастайды. Салыстыруларды негізгі жүргізетін, бізде көбінесе лидерлер алаңда ашып өз аргументін таныстырып тек қарсылық айта алса, оппозицияның лидері, жалпы спикерлер бізде көбінесе салыстырмалар, аргументтерді қуаттау деген заттарға көбірек функция береді. Үшінші бізде шығатын осы бағытта үкімет спикері, ол оппозиция алаңына қарсылық келтіріп, өзінің алаңына қолдау жасайды. Қарсылық келтіру кезінде то же самое олардың аргументінің дұрыс емес екендігіне, шынайылығына, маңыздылығына тоже қарсылық жасайды, және өзінің лидері құрып кеткен аргументтермен салыстырады. Жай ғана мысал,
апайс айтуы мүмкін, біз АЭС салмаймыз, ол финансовый жағынан қиын, ұзақ уақыт алады, немесе экономически бізге тәуелділікке алып келеді десе, үкімет айтып салыстыруы мүмкін. Түсінеміз қиын екендігін, бірақ бізде қазіргі тұрғыда энергетический кризис өте үлкен. Осы кезде біз қиналған, тәуелді болғанымыз жақсы ма, немесе 30 жыл бойы қиналып, халықтың былай қиналған жақсы ма деп екі аргументтерді салыстыру арқылы ойынға ясность енгізе бастайды. Және осы кезде өзінің алаңына қолдау көрсету, аргументті нығайту деген точка бар. Бұл точка неге маңызды? Екі тараптың да спикері бізде алаңда өзінің лидерлері енгізген идеядан жаңа идея енгізбейді. Мысалы, үкіметтің лидері өз алаңында тек экология деген секілді логикамен тоқталып қалса, ал оның спикері шығып, жоқ, бізде экологиямен қатар екінші аргументте маңызды, ол энергетический потребность деп жаңа идеяны енгізетін болса, ол бізде спикер тарапынан көбінесе қабылданбауды дұрыс деп санаймыз. Неге? Себебі ол кісілерге уже алаңда көптеген идея айтылады, ол идеяларға қарсы тарап структурына қарсылық айта алмағаннан кейін екі жақтың салыстыруы қиындай түседі. Тура осылай оппозиция спикерге шығып, үкімет өзінің алдына шыққан адамға бізде қарсылық айтады, өзінің алаңын қолдау көрсетеді. Енді жаңағы моментті қазірден түсініп алсаңыздар болады. Үкімет спикері бірнеше жаңа идея енгізсе де бізде байқағандарыңыздай, оппозиция спикері одан шығып, әлі де оған қарсылық айтады. Бірақ оппозиция спикері конструктивті бөлімде төртінші спикер болып, ең үлкен идеялар енгізіп кетсе, оны мүлде қабылдамаймыз. Себебі бұл кісіге уже тікелей қарсылық айтатын бізде ешкім жоқ. Сол үшінде осы заттарды біз ескереміз да, не істейміз? Тек қана спикерлердің в целом жаңа идеялар енгізуі дұрыс емес деп санаймыз, бірақ оппозиция спикерінің енгізген идеяларына көбінесе төрешілер немесе басқа тараптарда көбінесе жаза қолданады. Жаза емес, немесе идеясын қабылдамай қояды. Осы кезде бізде жалпы конструктивті бөлім аяқталады. Одан кейін бізде көбінесе жас буындарға қиын түсетін сараптама бөлім басталады. Сараптама бізге не үшін керек? Ойында 4 спикер 7-8 минуттан бойы көптеген идеялар салыстырғаннан кейін төрешіге ясность, анықтықты беру үшін осы идеялар салыстырып, ойында болған заттармен сараптама жасап беретін бізде соңғы часть қалады. Бұл бөлікте бізде тек қана лидерлер сөйлейді, үкіметтің лидері шығып, мына жерде оппозиция спикеріне ешкім қарсылық айтпаған кезде, ол кісілерге 1 минут қарсылықты айтуға бір ғана минут артықшылығы бар. Бізде үкімет лидері шығады, осы кезде қарсылық айтып, әрі қарай өзінің сараптама бөліміне көшеді. Сараптама бөлімінде бізде көбінесе идеяларды салыстырады, қарсылық нүктелерін салыстырады, қарсылық нүктелерін кім күшті дәлелдеді. Ойында болған заттарды ғана айтып, ойынды сараптама жасайды, жаңа идеялар, жаңа спичтар, жаңа факттер бұл бөлімде мүлде қарастырылмайтын болады. Ендеше әрі қарай. Жалпы енді қарар дегенге келеміз. Жаңа айтқандай, қарардың шығуының негізгі себептері ол өзекті болу керек, қарар сенің бір проблемаға бағытталу керек. Осы кезде біз қарардың түріне келеміз. Ең маңызды бізде қарарды көбінесе проблемаға бағытталатын, ол бізде саяси қарар. Не проблема деп қойын. Көптеген заңнамалар бар, проблемалар бар. Осыларға байланысты құрылатын қарар бізде саяси қарар. Мысалы, Қазақстан Республикасының АЭС салуды қолдайды, немесе бір заңнамаға қол қояды, мынандай квота беруді қолдайды. Осындай бұйрық райында көбінесе осылай құралған қарарлар, ол бізде саяси қарарлар. Оларда негізгісі бізде анықтау керек проблема, және үкімет айтады, осы проблеманы шешудің жолы осы қарар дейді. Мысалы, бізде энергетический проблема бар, соны шешудің жолы АЭС дейді. Ал бізде оппозиция тарапы қарсы айтады, жоқ, АЭС салу тиімді емес, одан да басқа тиімді жолдар бар деп осы кезде бізде оппозицияда көрсете алады, бірақ оппозицияға міндетті емес, сонда да альтернативті жолдарды енгізген тоже дұрыс болып саналады. Осылай екі тарапты салыстыру арқылы жүретін дебат болады саясида. Тура соған ұқсас бізде құндылықты қарарлар бар. Құндылықты ол скорее көбінесе көбіміз білетін көптеген құндылықтарға байланысты, адам өмірі немесе байлық, көбінесе қарсылық нүктелеріне түсетін құндылықты кейстарға байланысты нақты бір заңнамаға емес, осындай деп есептейді, осындай болғаны өкінеді секілді осындай құндылықты қарарлар осы адамдардың өміріне байланысты заттарға көбінесе бағытталған. Одан бөлек бізде механизмді қарарлар бар, когда бізде бір затты шешудің механизмін ұсынады. Мысалы, Қазақстанда коррупцияны тиюдің шешімді жолын ұсынады деген секілді қарарлар бар. Бұл қарарда екі тарапта белгілі бір проблеманы мойындап, соны шешудің өзінің механизмін ұсынады. Бұл жерге маңызды бізде кім, қашан, қалай деген сұрақтар қойылады. Осы механизм қалай жүзеге асатындығын толық айтып, механизм дәлелдеп, неге сенің механизмің қарсы тараптың механизмінен көбірек жақсы эффективті екенін дәлелдеу керек. Кук деген бізде қызықты қарар түрі бар, кеңістік уақыттық кейс. Мысалы,
Бұл палата 1939 жылы Германия ретінде Совет үкіметіне соғыс ашпайды. Кук дейтін болсақ, сен осы 1939 жылдан артық әрі қарай білмейсің. Мысалы 40 жылы Совет үкіметі саған қарсы күшті отпор беретінін білмейсің, тек сол уақытта шектеліп қалғансың. Осы бойынша ойланады. И ұсыну деген қазір көптеген кезде ЛД-да да кездесуі мүмкін, бір затты ұсынасыз. Мысалы Тоқаевтан кейін Қазақстан Республикасының келесі президентін ұсынады. Бұл кезде тоже критерий қоясыздар сіздер. Критерий қойып, неге ол келесі адам, келесі мысалы президент қандай болу керек деп өз адамдарыңыз ұсынып, осы критерий арқылы екі үстел салыстыратын болады. Вот бізде осындай қарар түрлері бар. Енді әрі қарай сіздер дебат ойнаған кезде енді көбірек қолданатын сөздеріңіз кейс деп аталады. Дебатқа шығатын кезде осы айтатын заттарыңыздың барлығын жинақтап жазылған зат ол кейс деп аталады. Ол да сіздерге қарар, оның дефинициясы, қалыптасқан жағдай, статус-кво, бағанағы айтқан. Одан кейін критерийлар қарарға байланысты, өзектілігі тоже. И одан кейін ең маңызды точка аргумент, одан кейін қорытынды бойынша тұрады. Тоже ұзақ тоқталмайық, келесіге өтеміз. Механизмде міне жаңағы айтқандай сіздерге мәселе өзектілік, ол жерде бірақ механизм ұсынуда кім қалай қашан деген заттар қатты маңызды болады. Және қорытындысында сіздер жету керексіздер мәселенің қалай шешетінін, қалай нәтижеге жете алатынын көрсету арқылы. Енді сіздердің кейстарыңызда ең негізгі салыстыру нүктелері, ең алып келетін көп импакттарыңыз ол аргумент болады. Жалпы аргумент сіздерге ешқашан шектеу жоқ. Бір қарарды дәлелдеуде 3 аргумент айту керексің, 4 аргумент. Сенің идеяң арқылы, көпшілікке алып келетін импакт арқылы дәлелдей алатын болсаң, бір аргументтің өзі жеткілікті. Енді аргументтің структурасына келетін болсақ, ол скорее атауынан тұрады. Көбінесе атауларына сіздерге совет беретін мынандай аяқталған сөйлем болатын болса. Мысалы, АЭС-тің бағана қарарын алатын болсақ, экологияны жақсартады деген секілді. Себеп төрешіге де өзіне түртіп алуға ыңғайлы болу үшін. Бірақ сіздерге ешқашан шаблон жоқ. Аргументтің атауын айту керексің, атауын айтпасаң жеңіліске жетесің, оның мына затын тастап кетсең жеңіліске жетесің. Немесе қарар ашуда білмеймін бір өзектіліктің бір затын айтпадың, статус-квоны айтпадың деген кезде сіздерге жаза қолданылмайды. Ол просто сіздерге өздеріңіздің дәлелдеу деңгейлеріңізге байланысты бөлінетін болады. Екінші сол экологиялығы идеясы деген точка тоже қатты маңызды емес, бірақ бізде ең маңызды қарарда зат ол оның дәлелденуі. Енді сіздер экология жақсарады дейтін болсаңыздар, үкімет ретінде АЭС-қа байланысты қарарда дәлелденуін екі жолмен дәлелдейсіздер. Бірінші мына сұраққа жауап берсіздер. Неге шынайы? Неге сіздер АЭС салғаннан кейін Қазақстанның экологиясы жақсарып кетеді? Неге шынайы? Осы сұраққа жауап берсіздер. Екіншісі, неге маңызды? Неге Қазақстанға АЭС салу арқылы экологиясын жақсартқан маңызды? Себебі сіздерге аргументтер салыстыратын точкада оппозиция тоже өзінің идеясын айтады. Бізде мысалы энергетический, білмеймін, экономикалық тәуелділік деуі мүмкін. Олар айтуы мүмкін. Біз АЭС салсақ, біз сырт елдерге экономически тәуелді боламыз. Неге шынайы? Себебі ақшаны сол жақтан аламыз. Неге маңызды? Тәуелді болсақ, біз саяси шешімнен айырыламыз дейді. Осылай сіздер салыстырасыздар. Қазақстан үшін сол затқа жете ала ма точка А, жеткен кезде точка Адан точка Б-ға жете ала ма? Неге шынайы екенін дәлелдейсіздер. Точка Б-ның сіздерге алып келетін импакты қай әлемде жақсы, жаман тоже салыстырасыздар. Сол арқылы сіздердің жеткілеріңіз келетін соңғы қорытындыларыңыз болады. Аргумент осындай структурадан тұрады. Қазір мен барынша тезірек үйретуге тырысып жатырмын. Алдағы уақытта сіздерге тақырыптық лекциялар болған кезде каждый тақырыпқа бөлек тоқталып подробно талқылайсыз деген ойдамын. Енді АПФ ойыны барысында сіздерде басқа спикер қарсыластарыңыз сөйлеп жатқан кезде сіздерде сұрақ қою мүмкіншілігі болады. Бірақ ең бірінші ескеретін зат, ол кісілердің спичінің алғашқы және соңғы минутында сұрақ қоя алмайсыздар. Себебі өзінің спичін енді бастап жатыр және аяқтау барысында кедергі келтірмес үшін. Сұраққа сіздерге ешқашанда қазір критериялар жоқ, ол ашық немесе жабық болу керек деген кез келген сұрақты қоя аласыздар. Бірақ ең маңыздысы сіздердің қоятын сұрақтарыңыз АПФ форматына 30 секундтан аспау керек және уақыт тоқтатылады. БПФ форматына уақыт тоқтатылмайды, небәрі 15 секунд. Осы уақыт ішінде қарсы тарапқа сұрақ қою арқылы ойынға байланысты сұрақ қойып, ол кісілерді білмеймін бір жерін ұстап алуларыңыз мүмкін аргументтің әлсіздігінен. Осындай моменттерде қолдансаңыздар болады. Тура енді бізде конструктивті бөлімнен кейін бағанағы айтқан сараптама, жалпы сараптама қалай жасалады дегенге байланысты. Сараптамада сіздер негізгі 3 бөлігі бар, бірақ бұл да сіздерде шаблон емес.
сіздерге бүкіл лекцияда ескертетінім, дебатта ойнауда біз көбінесе бір шаблонмен түсіндіруге тырысамыз, бірақ бұл ешқашан дәлелдемейді то, что сіздер дәл осы шаблонмен ойнау керексіздер. Әр спикер ойынды түсінуіне байланысты, бағалауына байланысты осындай әртүрлі методтарды қолдану мүмкін, ол сіздердің өздеріңізге байланысты. Бірақ бізде негізгі бар шаблон, ол сіздерге сараптамада идеялық, кейстік, функционалдық. Ең бірінші идеяларын салыстырасыздар, қай тараптың идеясы басым болды, көп адамға реально жақсы импакттар алып келеді, немесе харымдар алып келеді. Одан кейін кейстік, олардың аргументтерінің дәлелдену деңгейі бойынша, аргументтердің қақтығысу нүктесі бойынша салыстырасыздар. Екінші. Ал үшіншісі функционалдық, APF форматында да көбірек қолданасыздар. Сараптама кезінде функционалдық, мысалы, спикерлердің бізде функционалдық рөлдерін орындамайтын тұстары көп. Ол міне мына жерге берілген раскол, завал деген. Енді бағана конструктивті бөлімді түсіндірген кезде айтқан болатын, спикерлер бізде изначально істемеу керек, ең маңызды зат ол лидер айтпаған аргументтерді алаңға қоспау керек дедік. Одан бөлек оның қасына бізде қосылады бірінші завал. Енді завал дегеніміз не? Завалды кім жасайды деген сұраққа жауап берейік. Завалды бізде негізі ойын барысында бір ғана спикер жасайды, және ол ойында сөйлеу құрылымына қарсы шығады. Ол қалай жүзеге асады? Бізде байқағандарыңыздай ең соңғы сөйлейтін спикерлердің ішінде оппозиция спикері бар. Оппозиция спикерінің басты функциясы қандай? Өзінің алдында шыққан үкімет спикеріне қарсылық айту, мына кісіге қарсылық айту. Бірақ бізде оппозиция спикері бүкіл ойынды бағалап отқан соң, үкімет лидері айтқан бір басты логиканы, мысалы, үкіметтің лидері айтқан логиканы оппозиция лидер құлатпай кетуі мүмкін. Оппозицияның спикер шығып, мен құлатамын деп, өзінің спикеріне емес, үкімет лидеріне қарсылық айтып кететін болса, бұл завал деп аталады. Осы тұстар маңызды. Екінші бізде раскол деп аталатын бар. Расколдың логикасы өте оңай. Раскол ол бізде кез келген тараптың лидерінің идеясына спикер қарсы шығуы мүмкін. Мысалы, оның лидері шығып, Қазақстан демократиялы мемлекет десе, спикер шығып, жоқ, бізде сөз бостандығы да жоқ, сөз бостандығын басады деп осындай раскол жасайтын болса, ол тоже қателік болып саналады, функционалдық сараптамада көрсетулеріңіз мүмкін. Ал төреші қайсысын қабылдайды деген логикада көбінесе лидердің айтқан ғана логикасын қабылдайды. Жалпы сараптама осындай логикамен жүреді. Енді бізде дебат уақытында тыйым салынатын точкалар бар. Қанша дебат болғанмен эмоционалды ойын болған соң, сіздердің араларыңызда біз көптеген конфликттер болмау керек. Жалпы біздің дебаттағы бар құндылықтар да негізі осыған негізделген. Конфликт барысында бір-бірлеріңізбен қатты ұрысқа түспес үшін бір-бірлеріңіз максимально сыйлап, ханым мырза деңгейінде араласу. Одан кейін бізде тағы да дебат барысында бар, өте маңыздысы ол трюизм. Сен дебат барысында дінге, заңға қатысты заттарды қолдана алмайсың. Себебі біз мына затты істей алмаймыз, себебі заңда жазылған деп үкімет айтса, оппозиция тарап оған қарсылық шыға алмайды. Ол просто бар зат. Бұл тоже дұрыс емес. Немесе Құдай Құранда былай айтқан, немесе христиан дінде былай айтқан десе, оны да ойында обсуждать ете алмаймыз. Ол көбінесе адамдардың жекесіне өтіп кеткен боламыз. Осылайша бұл трюизм тоже запрещено, тыйым салынады. Екінші, жеке басқа қол сұғу. Сен бір затты дәлелдей алмадың, қарсы тарап тупой, логикасы дұрыс емес деп қатты жеке басқа өтіп төмендету тоже дұрыс емес, спикерлікке қатты әсер етеді. Үшінші маңызды точка арнайы білім. Мысалы, сіз заңды қатты біліп, өзіңіздің заң бойынша, специфика бойынша жеке білімді беру тоже әділетсіз болып саналады. Төрешіні орташа ақылды адам ретінде санап, ортақ деңгейде түсіндіру керек. Төртіншісі, сараптамада жаңа идея. Сараптама бөлімінде айтқандай, сараптамада тек конструктивті бөлімде болған заттарды түсіндіру арқылы сіздер сараптама жасайсыздар, жаңа идеяларды қоспайсыздар. Осы заттар сіздерге тыйым салынатын болады. Жалпы APF форматы бойынша осы. Назарларыңызға рахмет. Жалпы дебат дегеніміз осы. Сіздерге екі тарап болады. Орташа сіздерді екі тараптың жеңіске жетпеген бағалайтын ортақ төрешілеріңіз болады. Көбінесе әртүрлі форматтар бойынша осындай логикаларды дәлелдеу арқылы сіздер дебат ойнап, әрі қарай үйренесіздер деген ойдамын.